Сәлеметсіздер ме? 9 сынып физика пәні бойынша 32-ші жаттығудың есептерін шығарамыз. Енді номер 1 есептен бастайық. Егер абсолют қара дененің температурасы 3 есе арттыратын болсақ, яғни Т тең болады 3Т болса, онда сәулелену қуаты неше есе артады? Сәулелену қуатын табу үшін біз бірінші Стефан Больцман тұрақтысын формуласынан шығарып аламыз, қуаттың формуласын. Яғни біз білеміз, ол 5,67 көбейтілген 10⁻8 дәрежесіндегі ватт бөлінген метр квадрат көбейтілген кельвиннің 4 дәрежесі. Демек, сигма тең, ватт дегеніміз ол қуаттың өлшем бірлігі, метр квадрат ауданның өлшем бірлігі, кельвин дегеніміз температураның 4 дәрежесінің өлшем бірлігі. Демек, енді осы жерден осы қуатты тауып алу үшін мына екеуінің барлығын көбейтеміз. Сонда П тең болады сигма С Т-ның 4 дәрежесі. Демек, температура артатын болса, қуатта артады. Ал температура бізде 3 есе артып тұр. Яғни 3-дің 4 дәрежесі бізде 81-ге тең. Демек, қуатта 81 есе артады. Жауап осылай болады екен. Келесі екінші есепті шығарайық. Екінші есепте бізде температура аудан беріліп тұр. Біз табады екенбіз сәулелену қуатын анықтаймыз. Бірлік ауданның сәулелену қуатын. Демек, R-ді табамыз деген сөз. Температура бізде Цельсий шкаласымен беріліп тұр. 727 градус Цельсий. Бұны біз кельвинге айландыру үшін 273-ті қосамыз. Сонда бұл дегеніміз 1000 кельвин деген сөз. 1000 дегеніміз ол 10-ның 3 дәрежесіндегі кельвинге тең. Енді бізде Стефан Больцман тұрақтысын жазып қояйық. 5,67 көбейтілген 10⁻8 дәрежесі. Енді біз бірлік аудандағы сәулелену қуатын табамыз. Яғни R-ді табу үшін сигманы Т-ның 4 дәрежесіне көбейтеміз. Енді ары қарай есептейміз. R тең сигмаға қоям 5,67 10⁻8 дәрежесі көбейтілген 1000 дегеніміз ол 10-ның 3 дәрежесінің 4 дәрежесін алып аламыз. Сонда бізде шығады екен 5,67 көбейту 10⁻8 дәрежесі. Мына жерде 10-ның 12 дәрежесі шығады. 10⁻8 дәрежесі қысқарып кетеді, мына жерде 4 дәреже қалады. Сонда менде шығады екен 5,67 көбейту 10-ның 4 дәрежесіндегі ватт бөлінген метр квадрат. Немесе киловаттқа айландыру үшін мынаның бір оннаған береміз. Сонда 56,7 киловатт бөлінген метрдің квадрат деп алуымызға болады. Енді номер 3 есепті шығарайық. Номер 3 есепте бізде күннің бетіндегі температура берілген. Ол бізде 6000 кельвин дейді. 6000 кельвинді біз 6 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесінде кельвин дейміз, сәулелену қуатын табамыз. Яғни бұл жерде бірлік аудан деп тұр. Демек, ауданымыз бізде 1 метр квадратқа тең деген сөз. Яғни сәулелену қуатын табу үшін, П-ны табу үшін S сигма Т-ның 4 дәрежесі тең формуланы қолданамыз. Енді бұл жерде есіміз 1-ге тең, сигмамыз 5,67 көбейтілген 10⁻8 дәрежесі көбейтілген 6 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесінің 4 дәрежесі. Тең болады 5,67 көбейтілген 10⁻8 дәрежесі көбейту. 6-ның 4 дәрежесі бізде 1296-ға тең болады екен. 1296 көбейтілген 10-ның 12 дәрежесі. 10⁻8 дәрежесі қысқарады, мына жерде 4 дәреже қалады. Енді 5,67-ні 1296-ға көбейтсек 7348. 7348 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі. Немесе былай деп алуға да болады. 73,48 10-ның 6 дәрежесі деп алатын болса, 73,48 мегаватт деп жауабын келтіруге болады. Енді келесі есепті шығарайық. Номер 1 есеп. Үй жұмысына берілген есеп. Номер 2000 кельвинге дейін қыздырылған металдың сәулелену 727 градусқа дейін қыздырылған металмен салыстырғанда қанша есе артық? Яғни R1-дің R2-ге қатынасын табамыз. R1-ді аламыз. Сигма Т1-дің 4 дәрежесі, R2-ні сигма Т2-ның 4 дәрежесі. Сигма мен сигманы қысқартамыз. Т1-міз бізде 2000. 2 көбейтілген 10-ның
3 дәрежесінің 4 дәрежесі. Енді 727 градус дегеніміз, ол оған 273-ті қоссам 1000 кельвин болады екен. 1000 дегеніміз ол 10-ның 3 дәрежесінің 4 дәрежесі. Сонда мына екеуі қысқарып кетеді. Сонда 2-ның 4 дәрежесі менде 16 болады. Сонда 16 есе артады деген жауап шығады екен. Келесі есепті шығарайық. Номер 2-ші есеп үй жұмысына берілген. Сәулеленуді 16 есе арттыру үшін онда вольфрамның температурасын неше есе арттыру керек. Яғни біз білеміз, R тең болады сигма Т-ның 4 дәрежесі. Яғни Т-ны неше есе арттырсақ, R неше есе артады деп тұр. Сонда біз температураны мысалы 2 есе арттыратын болсақ, 2-ның 4 дәрежесі бізде 16-ға тең. Демек, температураны 2 есе арттырсақ жеткілікті. Арттыру керек. Келесі енді 3-ші есепті шығарамыз. Үй жұмысына берілген номер 3-ші есеп. Температурамыз 3000 кельвин дегеніміз 3 көбейту 10-ның 3 дәрежесіндегі кельвин деп аламыз. Сәулелену қуаты қаншаға тең болады? Демек, бұл жерде бірлік ауданында 1 метр квадратқа тең деп алып есептейміз. Яғни П тең болады S сигма Т-ның 4 дәрежесі. П тең болады 1 көбейтілген сигма 5,67 10-ның минус 8 дәрежесі. Енді мына жерде 3 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесінің 4 дәрежесін аламыз. Сонда менде шығады 5,67 көбейту 10-ның минус 8 дәрежесі 3-тің квадраты. 3-тің 4 дәрежесі бізде 81-ге тең, көбейтілген 10-ның 12 дәрежесі. Қысқарып кетеді, мына жерде 4 дәреже қалады. Енді 81-ді 5,67-ге көбейтетін болсақ, 459 10-ның 4 дәрежесі шығады екен. 459 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі ватт. Егер мегаваттқа айландыратын болсақ, 4,59 мегаватт деп алуымызға болады.